Кімдер Алла Тағаланың сүйікті құлдары? Олар мына қоршаған ортаға, табиғатқа қараса да, оң жақтарына қараса да, сол жақтарына қараса да, жалпы жаратылыстарға қарап тұрып, тек қана Аллахты көретіндер. Яғни, олар басқа нәрселерге алданып, Алла Субханаху ва Тағаланы естен шыға жүрмейді. Бәлкім керісінше Алла Тағаланы еске алып, басқа нәрселерді ұмытады. Айналаға назар салады. Өсімдіктерге, ағаштарға, ғарышқа қарап, жұлдыздарға, ай мен күнге қарап, адамдарға қарайды, басқа да Алла Тағаланың дәлелдеріне қарап, яғни әдетте Алла Тағаланы ұмыттыратын нәрселерге қарайды. Алайда олардың мына жүректері Алла Тағалаға деген махаббатқа тола болғандықтан, Алла Тағала да оларды жақсы көргендіктен, қараңызшы, айналада не нәрсеге көздері түссе де тек қана Аллахты көреді. Бұл түсінікті мәселе. Әлде бір түрлі бірдеңе бар ма бұл мәселеде? Жоқ қой. Адам адамды ұнатқан кезде осындай халге түсетін болса, енді қалайша Алла Тағаланы жақсы көрген адам осындай халге түспесін? Кеше ғана айтқан болатынбыз. Ләйләға ғашық болған Мәжнүн Бану Амир тайпасынан өзінің сүйіктісі Ләйләнің үйін көрген кезде не айтып еді? Жаңағы есі кетіп үйдің айналасында ары-бері жүреді да, үйдің қабырғасын сүйе бастайды. Негізінде үйдің қабырғасын сүйіп жатыр ма? Үйдің қабырғасына ғашық па ол? Жоқ. Ләйләнің үйінің жанынан ары-бері өткен кезінде сол үйдің қабырғаларын бірінен кейін бірін сүйе бастаймын. Қабырғаға деген махаббат емес, мына жүректі жаулаған, алайда Ләйләнің өзіне деген махаббат. Бұл сөздерді бір адам екінші адам жайлы айтып отыр. Пенде жайлы. Міне осындай Аллахтың сүйікті құлдарының жағдайы. Айналаға қарайды. Мына жаратылысқа, қоршаған ортаға қарап тұрып, Алла Субханаху ва Тағаланың көзге ашық айқын көрініп тұрған белгілерін, яғни тек қана Алла Субханаху ва Тағаланы көреді. Одан өзге барлық нәрсе көздерінен ғайып болып көрінбей қалады.